Достар, қалайсыздар? Бүгін бізге ақша шығаратын миллионерша гүлі емделуге келіп қалды. Жапырағы сарғайған, мынандай точкалар болған. Менің өзімнің тәжірибеме сүйене отырып, бұл қатты шөлдеген. Қатты шөлдегеннен кейін гүл ауырады, стресс алады. Стресс алған кезде обязательно насеком сондайлар басып кетеді. Соны бүгін емдейміз. Енді бұны емдеуге үйден қиып әкелдім. Актара деген вредительге қарсы, жәндіктерге қарсы дәрі. Соны бүкіл полностью жапырағына шашып шығамыз. Потом топырағында ешқандай құнар болмағандықтан, оның үстіне гүл ауырып тұрғандықтан мен тамырын ашып бұны ауыстыра алмаймын. Бірінші гүлді емдеп аламыз, потом ауыстырамыз. Сондықтан уақытша осы топыраққа құнар беру үшін барлық гүлшілердің қолданатын янтариннен мысалы 3-4 тамшысын 1 литр жылы суға араластырып, сонымен қоректендіреміз. Қашан осы гүл емделгенше. Бұдан 1 рет береміз, и все. Айына 1 рет беру керек. Мен енді жедел түрде емдеу болғандықтан 2 аптада 1 сол витаминнен беремін. Ал мына дәріден 1 рет шашамыз, сосын 1 аптадан кейін тағы қайталаймыз. Басқа уақытта жылы судан шашып тұрамыз. Ал кеттік достар, бірге емдейміз.